Жыл басына таласқан хайуанаттар. Бұрынғы ерте заманда хайуандар жыл басы болуға таласыпты. Ұзақ талас тартыстан кейін жыл қайтыпты. Мен алысты жақын қылам, күшімді болса көрет, сүтімді болса ішет, қылымнан арқан жебесет. Адамға менен пайдалы мал жоқ, жыл басы мен боламын дейді. Сонда түйе оған: сен адамның жұмысын қылсаң, құлқының үшін құл болдың. Мен сен көтер алмайтын ауырды көтеріп, неше айшылық алыс жерлерге барам. Аш болдым деп сен сияқты арпа, солы сұрамайым. Көде болса көде, жусан болса жусан жеп, негіз келсе соны қорек етіп, табылса су ішіп, табылмаса шөлде де шыдап жүре берем. Жыл басы болу маған лайық дейді. Сиыр тұрып: адам егін ексе, жер жыртса мен керекпін. Олар сүтімді ішет, құрт майымды жейді. Жыл басы болу маған лайық дейді. Қой айтады: мен болмасам қазақ үйін немен жабар еді? Жүнімнен киіз басады, жабағымнан киім тігеді, арқан жебеседі. Сүтімнен құрт май алады. Шаруаға менен пайдалыларың жоқ. Сонда ит: мен болмасам сендердің бәріңді не ұрылар ұрлап, не қасқыр жеп таусар еді. Мен сендердің баршаларыңды көзден таса қылмай бағып жүрген бақташымын. Дұшпан көрсем үріп, абалап, бірден иеме хабар берем дейді мақтанып. Әтеште қарап тұрмай: жыл басы болуға мен лайықтымын. Мен болмасам адам ұйықтап қалар еді. Мен таңертең тұрып, таң атты деп хабар берем. Кеш болса жатар мезгіл болды деп ескертем дейді. Тышқан не айтарын білмей сәл тұрады да, бір қулық ойлап, жиналған көпке былай дейді: бұл таластан еш нәрсе өнбес. Жылды қарап тұралық. Кім бұрын көрсе, сол жыл басы болсын. Барлық жануарлар тышқанның сөзін қоштап, жылды қарап тұрады. Түйе: бәрібір менен бұрын ешкім көре алмас деп өзінің бойына сенімді болады. Біраздан соң тышқан жорғалап білдірмей түйенің үстіне шығып, өркешіне мініп алады. Біз көреміз деп таласып жатқан хайуандар ең биікте отырған тышқанға мән бермейді. Сөйтіп, ең биікте отырған тышқан айласын асырып, жылды бәрінен бұрын көріп, жыл басы болыпты. Ал түйе бойына сеніп, жылдан құр қалыпты.